Сәлем достым, Кибет елінде бір дәстүр бар. Ол дәстүр бойынша бірнеше ағайынды бір әйелге үйленеді. Елестетіп көріңізші, бір түнде қалыңдық бір емес бірнеше ағайынды жігітпен неке түнін өткізеді. Бір үйде 3 немесе 4 ағайынды тұрады. Бірақ олардың бәрінің бір ғана әйелі бар. Ал олардың балалары ортақ болып келеді. Ойлап көрсең, сенің балаң оның баласы деген жоқ. Баланың бірнеше әкесі болады. Көптеген адамдар үшін бұны бірінші рет естіп таңғалып, тіпті түсініксіз көрінуі мүмкін. Алайда Тибетте мұндай неке қалыпты дүние болып табылады. Ғасырлар бойы қалыпты дәстүр саналған. Неліктен дәл осындай нәрсе пайда болды? Бұл махаббатқа байланысты ма, әлде амалсыздан үшін жасалған ба? Ал қазіргі Қытай билігі оған қалай қарайды? Бүгін осы қызық құбылыстың тарихына үңілеміз. Тибеттегі ерекше неке. Бұл дәстүр ғылымда бауырлар полиандриясы деп аталады. Бірнеше ер адам, көбінесе туған ағайындылар, бір әйелмен отау құрады. Мысалы, үлкен ағасы үйленсе, оның інілері де сол әйелдің күйеуі болып есептелуі мүмкін. Басқа елдерінде мұндай жағдай таңғалып жатса, Тибеттің ауылдарында бұл ұзақ уақыт бойы қалыпты тәжірибе болған. Бірақ неге? Бұл дәстүр бар. Таулы өлкедегі қатал өмір Тибет әлемдегі ең биік қоныстанған аймақтардың бірі. Орташа биіктігі 4000 метрден асады. Мұнда егін егуге жарамды жер өте аз. Қыс ұзақ, ауа райы қатал. Осындай жағдайда отбасының жерін ағайындылар арасында бөліп тарата беру қауіпті еді. Егер әке қайтыс болғаннан кейін жер барлық ұлдарға жеке-жеке бөлінсе, бірнеше ұрпақтан кейін шаруашылықтан ештеңе қалмас еді. Сондықтан Тибет халқы ерекше шешім тапты. Барлық ағайындылар бір әйелге үйленеді. Бір отбасы болып қалады, жер де бөлінбейді. Осының арқасында отбасының байлығы мен малы бір жерде сақталады. Дәстүрдің тарихи тамыры. Зерттеушілер мұндай неке түрінің Тибетте кем дегенде бірнеше ғасыр бойы болғанын айтады. Ол әсіресе ауылдық және мал шаруашылығымен айналысатын өңірлерде кең тараған. Кейбір тарихшылар бұл жүйе халық санының шамадан тыс өсуінде шектеген деп есептейді. Өйткені әрбір ер адам бөлек отбасы құрмайды. Сөйтіп аз жерді бөлу азаяды. Бұл жерде мәселе романтикада емес. Бұл қыздардың қалауы емес әрине. Бұл ең алдымен экономикалық және әлеуметтік қажеттіліктен туған дәстүр болатын. Отбасындағы өмір қалай өтті? Мұндай отбасыларда көбінесе үлкен ағасы негізгі басшы саналатын. Бірақ қалған бауырларда отбасының толық мүшесі болды. Балалар бүкіл ағайындыларды әке ретінде қабылдайтын жағдайлар кездескен. Көп жағдайда нақты баланың әкесі кім екенін анықтаудың өзі маңызды болмаған. Өйткені басты мақсат отбасының бірлігі мен шаруашылықтың сақталуы еді. Барлық бала сол отбасының мүшесі саналған. Әрине барлық отбасыда өмір мінсіз болды деуге болмайды. Кейде қызғаныш пен келіспеушіліктер де болған. Дегенмен қатал табиғаты бар Тибет үшін жағдайында мұндай жүйе ұзақ уақыт бойы тиімді саналды. Қазіргі кезде бұл дәстүр бар ма? Бүгінде ол дәстүр бар, бірақ жағдай өзгеріп келеді. Білімнің таралуы, жастардың қалаға көшуі бұл дәстүрдің әлсіреуіне әсер етті. Қазіргі тибеттіктердің арасында бір ер мен бір әйел арасындағы неке моделін көбейіп жатыр. Дегенмен бұл дәстүр отбасылар арасында сақталып тұр. Әсіресе бұрыннан ғасырлар бойы дәстүр толық жоғалып кеткен жоқ. Қытай үкіметі қалай қарайды? Тибет қазіргі кезде Қытайдың құрамында. Қытайдың неке туралы заңдары бойынша бұл нәрсеге рұқсат жоқ. Сондықтан дәстүрлі отбасылар мемлекет тарапынан жаңа неке ретінде ресми тіркеле алмайды. Соңғы жылдар Қытайдың саясаты бойынша білім беру және халықтар арасында уағыз жүргізіп деп жатыр. Қорытынды. Тибеттегі бірнеше ағайындының бір әйелге үйленуі біртүрлі шошып қалатындай дәстүр болса да, оның артында ғасырлар бойы тауда аман қалу стратегиясы жатыр. Жерді таратпау, отбасы байлығын сақтау және шаруашылықты бір отбасыда қалдыру оның негізгі себептері болды. Ал сіз осындай дәстүрдің пайда болуын ақылға қонымды дұрыс шешім ба? Өз ойыңды жаза кет.